Достар, жағымды жаңалық, мынау біздің чемпиондар, в общем, қырып жатыр, шыны керек, бәрін аямай шетінен. Кеше Шанхайда, Қытайда бүкіл әлемдік 117 ел қатысқан математика бойынша олимпиадада біздің Қазақстаннан 6 бала барған ғой, сөйтсе 6-ауы да кәдімгідей медаль алып, 6-ауы да жеңіп, в общем, шулап жатыр. Қазақ-Америка университеті 6 балаға тегін кәдімгі 4 жыл грант ұсынып отыр. Мен айтамын да, міне осыларды қолдауымыз. Осылар ертең елді басқарар азаматтар. Осылар бір жер тесіп шығады, Қазақстанның болашағы міне осындай азаматтар. Біз осыларды қолдауымыз керек, осыларды айтуымыз керек. Ана кешке стримға кіріп алып, жастардың бәрін миын аштып, кәдімгі нормальный адамды жындығып жүретін анау сампосы бар ма, айкасы бар ма, чайкасы бар ма, құдайға шүкір бәрі шетінен ұсталып жатыр, ішкі істер министрлігі жұмыс істеп жатыр. Бірақ дегенмен біз жаңағыдай болашақта біздің Қазақстанды алға көтеретін азаматтарды негізі қолдауымыз керек. Ертең мысалы Ташкентте Самарқанд қаласында шахматтан дейді әлемдік олимпиада болады. Сол жерге біздің балдар бара жатыр. Арасында Бибісара Асаубаева да бар. Мен айтамын да, біздің Асаубаева ол жерде әшейін көзін жұмып отырып жеңіп кетеді. Міне осыларды біз қолдауымыз керек. Талайдан бері шырылдаймын. Болмайтын бір қаңғып жүрген оңбағандарды, аузына келген құсады, жылтырақ киімін киіп алып өтірік мақтанады. Олардың бәрін шетінен қырып ұстау керек, жазалау керек. Осы штрафтарын салып шығармай тастау керек. Керісінше мынау олимпиаданың чемпиондары, білімді қуып жүргендер. Біздің Қазақстан, біле білсеңіздер, білім жағынан әлемдік рейтингта 167 ел қатысса, соның 32-ші орында. Өзіңіз ойлаңыз, 167 елдің ішінде 32-ші орында. Орта Азияда бірінші орын топ біздікі. Міне біз осы жағын қолдауымыз керек деп ойлаймын, достар. Ой пікірлеріңіз комментарийға жаза кетіңіздер. Мен ақпарат атаманы Айғали Тойжан, маған жазылып тіркеліп қойды да ұмытпаңыздар.